Assalamu alaikum жігіттер. Санатта EF LPG. Сіздерге бір несін айтайын. Анау тұрған қара. Әне, анау. Тұрған помпадан шығады. Бұнда сол аурулардың бірі ана қара пластмас. Жаңынан зажиммен қысылып тұр, шлангы барып тұр. Сол қара пластмас сынып кетеді екен. Запасқа алып жүргендеріңіз жөн болады. Өйткені жолда сынып қалса, анау кәне морт сынып жарылмайды екен, морт сынып кетеді екен. Ана пластмас оңай алынады, екі жағында зажим бар, ана темірлер. Соны алып тастайсыз да, жаңасын сап, қайттан қыса саласыз. Сондай мәселе болады екен бұларда. Ана пластмас Астанадан мен алдым 4,5 мың қалдым шол. Одан кейін антифриз құйған кезде бірден құйып жүре салмайсыз. Антифризді мұндан құясыз. Сосын тосасыз. Бұл системаға ақырын барады екен. Ананы толтырып алып, ой кеттім деген болмайды. Бір 2-3 сағат тұрасыз. Ананы толтырып қоясыз. Ақырын кетеді. Боздығын шығарасыз. Қайттан толтырасыз сөйтіп. Бақпен кетеді. Бачок толтырдым, кеттім деген, жүріп кеттім деген болмайды. Соған сақ болыңыздар, егер сондай шаруа болып жатса. Мен неше күн системаға кетіп жатырмын. Құйып доливать етіп отырмын. Ішіндегі воздух шығып отыр. Воздух қалған ғой. Ашам. Ана воздух шығып, жабам, қайттан құйып қоям, сөйтіп отырам. Бұның бәрі мұна анау тұрған қараның несінен. Шланг ештеңе жеді ма, сол қара просто сынып кеткен. Негізі неге қосымша алып қойған жөн болады екен. Жолда кетіп бара жатсаңыздар, жарылып кетсе, алдын ала ол су жіберіп, антифриз жіберіп ешқандай білінбейді, морт сынады екен. Жақсы, аман жүрейік.